Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пахлава үйренетін боламыз. Толық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен тартылған ұнымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мінекей бізде пока осындай масса болды. Енді оған жұмыртқаның сарысын қосатын боламыз. Бұл жерде 5 жұмыртқа, 4 жұмыртқаның сарысын қамырға, ал біреуін бетіне жағуға алып қоямыз. Енді қаймағымызды салып аламыз. Негізі айран қоссаңыздар да болады, аздап. Мінекей жақсылап енді бірінші лопатаның көмегімен, сосын қолмен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Және тұз, разрыхлитель салуды ұмытпаңыздар. Мінекей бізде жұмсақ қамырымыз дайын. Енді оны зуалаларға бөліп, тындыруға алып қоямыз. Бұл жерде 4 зуалы, бір зуаламыз үлкен көлемде болады. Мінекей 10-15 минут уақыт өтті. Енді бірінші ортасындағы 2 коржын алдын ала пісіріп аламыз. Ол үшін листтің көлеміндей етіп жайып аламыз, жұқа етіп. Мінекей және жетпей қалған жеріне осылай өздеріңіз қолмен жайып жібересіздер, және де шаншқының көмегімен тесіп шығамыз. Ал бұл бізде уже екінші корж ортасындағы. Онда дәл солай жайып, шаншқының көмегімен тесіп аламыз, және қызып тұрған духовкада 180 градуста піскенге дейін 10-15 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Енді жаңағы алып қойған 5 жұмыртқамыздың ағын жақсылап көпіртіреміз осылай. Аппақ масса болу керек. Енді қантымызды қосамыз аз-аздан. Мінекей ыдыстан түсіп кетпейтіндей болып шығуы керек. Бұл жерде екінші коржымыз, мінекей екеуі де дайын бізде. Енді пахлавамыздың ең астыңғы бөлігін жайып алатын боламыз. Бұл жаңағы ең үлкен зуаламыз, өйткені бізде ішіне крем салатындықтан ол ағып кетпес үшін осылай шетін буып шығамыз әдемілеп. Мінекей кремін салып алдық ең алдымен. Енді майдаланған грек жаңғағы және де мейіз қосып аламын. Егер сіздерде мейіз болмайтын болса, қоспасаңыздар да болады. Мінекей бізде ең бірінші қабатымыз дайын. Енді жаңағы ішіне дайындап пісіріп алған коржымызды қоямыз. Оған да дәл сол креммен әдемілеп бір тегістетіп жайып шығамыз. Оған да дәл солай жаңғақ және мейіз қосамыз. Мінекей екінші пісіп шыққан коржымызды қоямыз оның үстінен. Оған да дәл солай кремімізді жағып, әдемілеп жаңғақ мейізімізді сеуіп аламыз. Мінекей бізде дайын 3 қабатымызды. 3 қабатқа да крем және де жаңғақ мейізді сеуіп алдық. Бұл беткі бөлігі. Мінекей енді шеттерін осылай жақсылап орап шығамыз, ішіндегі кремі піскен кезде ағып кетпес үшін. Мінекей көрсеңіздер болады, жақсылап нығыздап жабыңыздар. Одан соң басында алып қойған жұмыртқамыздың бір сарысын осылай бетіне жағып аламыз әдемілеп. Енді пышақтың ұшымен кішкене ғана жол жүргізіңіздер осындай
бірақ кеспеңіздер, кессеңіздер ішінде кремі ағып шығып кетуі мүмкін сыртқа. Енді үлкенірек етіп жаңғақтарымызды осы кесілген бөліктерге қойып шығамыз. Және де бұны қызып тұрған духовкаға пісіруге жібереміз. Мінекей бізде жартылай пісіп шықты. Көрсеңіздер болады, уже кремдер қатыған, әдемі болып. Енді бұған сироп дайындайтын боламыз. Бұл жерде қант және бір қасықта бал. Оны жақсылап араларына құйып аламыз. Бұл бізде пахлавамыздың ең керекті жері, яғни бетінің жылтыр болуы және де дәмді болуы осы сиропқа да байланысты. Тағы 10-15 минутқа қойып жіберсеңіздер де болады. Мінекей бізде пахлавамыз дайын, өте керемет сочный болып шықты. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнама қолдау көрсетіп кетіңіздер.